Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама, ол сенсің. Білесің бе, мама? Үнемі орындығымды осында келем де сені күтіп отырам. Мам, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам деп артынан жүре бергенімде сұлба ғайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап талам. Білесің бе, мама? Кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан жүзі жылы әйел бейнесін көріп, оны өзімнің анам екен деп, мені алып кетуге келді деп, мені осы жерде отырғанымды қаламайды ғой деп, мама, мен мұндамын, мама деп айғайлай бергенімде терезе алдындағы гүлдерге құлап қалды. Тәрбиеші апай көріп қоймасыншы деп тез жинай бастағанымда тәрбиеші апай келіп қалды да ұра жөнелді. Мама, апай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніме қарамастан ұра берді. Мама, білесің бе сол апайдың маған не деген? Әй жетімек, сен әке-шешеңе керек болмағанда маған қайдан ғана керексің, деді де ұра берді. Сол апайдың ұрғаны мына жерім. Бөгеріп ауырып барады, мама. Мама, мен мына жетімдер үйінде қатты қиналып кеттім. Өтінемін, кел де мені алып кетші, мама. Уәде берем, бұзық болмаймын, мама. Адам емес хайуан да өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегімен жалынып сұраймын. Менің анашыма титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтсін де бұл жерден құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы, мама. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Мама.